Рахмет көп. Мен өз атым естігенде басында толқу болды. Ең басында мен әлі өз атым естіген толқу болды, және де естіген кезде мен қуаныш сезімін сезіндім. Осы ортаға шығып, осы жүлдем болғанда мен тұла бойым қуанышқа толы болды. Маған осы Маңғыстау телеарнасының директорының жүлде алған болашаққа сенім ұялатты, және де маған болашақта қандай да бір үлкен жетістіктерге жетуге шабыт берді. Келесі жылы 10-шы сынып болса да, МСК сыныбы болса да, мен телестудия үйірмесіне қатысамын деп сенімдемін. Өйткені телестудия үйірмесі маған ұнайды, және де бос уақытымның көп бөлігін мен телестудия үйірмесіне және сабақ оқуға беремін. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнім, көңілде тұрам, арнамнан асып, толқындай тасып, төгілгенім-ау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені, соңғы қоңырау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені, соңғы қоңырау. Қызықпен талай думанды кешкен, шығарма сонау жылдарым естен. Тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнім, көңілде тұрам, арнамнан асып, толқындай тасып, төгілгенім-ау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені, соңғы қоңырау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені. Бүгінгі Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен соңғы қоңырау шарасы өте жоғары деңгейде өтті. Несімен жоғары? Барлық жерде де бұл біреудікі төмен, біреудікі биік деген мәселе емес, бір-бірімен салыстыратын мәселе емес. Бірақ жаңағы шынайылығы, оқушылардың барлығының шынайы шын көңілмен, ұстаздардың, ата-аналардың барлығында, осы шараға қатысушылардың барлығы да осы жерде шынайылығымен ерекшеленеді. Алда 3 ай жаз оқушыларымызға осы 3 ай жазды жақсы, көңілді, сәтті өткізулерін тілейміз. Келесі жаңа оқу жылында кездескенше оқушыларымыз аман болғай, ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, мұғалімдер амандықпен қауышқай. Сәттілік. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнім, көңілде тұрам, арнамнан асып, толқындай тасып, төгілгенім-ау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені, соңғы қоңырау, аттанар сәтте төріңе мұнау, қимадым сені.